Ернар мен Бекзат бала кезден бірге келе жатырған адал достар. Олар бүгін болатын бокс жарысында тең салмақпен қарсылас болғалы тұр. Жас Бекзат бокс залында жаттығып жатыр. Ол шаршаса да берілу дегенді білмейді. Ол үшін нағыз үлгі Бекзат Саттарханов ағасы. Бұл спорт түрінде өзімен аттас чемпион ағасына еліктеп таңдаған. Мен де ағам сияқты мықты спортшы боламын. Бекзат, сен күні бойы жаттығудан жалықпайсың ба? Мен көп күш жаттым. Тек шыдамдылар ғана жеңеді. Тек жаттығуды тоқтатпа. Нағыз жеңіс тек еңбекпен келеді. Бір кезде Ернарға мен қалайда Бекзатты жеңемін деген ой келеді. Ха-ха, бекер тер төгіп жатсыңдар. Егер қулық ойлап тапсаң, жеңіс сенде. Бір кезде Ернарға Бекзатты әділ күресте жеңу қиын, маған қалайда айла керек деген ой келеді. Сол кезде Ернар Бекзаттың боксерлік қолғабын ауыстырып, орнына жыртық біреуін қойып, бокс қолғабына май жағып тайғанақ етіп қояды. Нағыз спортшы қарсыласын құрметтейтін спортшы. Егер ол осылай жеңсе, бұл шын жеңіс болмайды. Уақыт бәрін өз орнына қояды. Жарыс басталып, екі бала рингке шығады. Бекзат өзінің қолғабының жыртық екенін байқайды. Бірақ бәрі кеш болады. Жарыс басталғалы тұр. Қарсыластар, дайындалыңдар. Жекпе-жек басталды. Бірдеңе дұрыс емес. Бекзаттың соққылары әлсіз болып тұр. Ернар мұны пайдаланып, Бекзатқа ауыр соққылар жасай бастайды. Бірақ Бекзат та беріспейді. Мен әділ күресем, ешқашан берілмеймін. Нағыз чемпиондар әділ күреседі. Бұл спортқа сай емес. Жеңіс үшін бәрі жарамды достар. Біреуге қиянат жасаған адам шын мықты емес. Уақыт бәрін өз орнына қояды. Бір кезде Бекзат тайып кетіп, төреші үзіліс жариялайды. Осы кезде оның қолғабындағы май анық көрінеді. Міне дәлел, бұл әділетсіздік. Мұндай қулыққа жол жоқ. Ернар, сен не істедің? Біз бәрін көрдік. Ернар, сен әділ күреспедің. Мен тек жеңгім келді. Бірақ бұл жол дұрыс емес екенін енді түсіндім. Ернар өзінің әділетсіз әрекеті үшін өкініп, Бекзатқа қолын созады. Кешірші досым, мен жеңісті қулықпен емес, адал еңбегіммен алатынымды түсіндім. Ең маңыздысы достық. Нағыз батыр әділетті адам. Бекзат, мен қателестім, кешірші мені. Жарайды досым, достық бәрінен маңызды. Біз бір елдің баласымыз. Осылайша Ернар өз қатесін түсініп, Бекзатты кешіріммен қарайды. Әр қазағым жалғызым, біз бірге болсақ қана мықтымыз. Міне достар, Абай атамыз айтқандай, біріңді қазақ, бірің бос, көрмесең істің бәрі бос демекші. Достық тек бірге күлу емес, қиындықта қолдау, адалдықты сақтау, бір-біріңді қадірлеу. Нағыз достар бір-біріне әрдайым сенімді тірек болады. Біз бірлігімізбен мықтымыз, достығымызбен биікпіз.